Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында кеспе көже дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған қазанымызға май құйып, оған майлалап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін үстіне туралған ет саламыз. Етіміз жас малдың еті болғаны жақсы, сорпаңыз дәмді шығады және ет жұмсақ болады. Бұл тағам өте жеңіл тағам және кеспені қолдан жайғаннан кейін өте дәмді болады. Одан кейін үстіне майдалап туралған картофымызды саламыз. Бір шай қасық томат пастасын. Және майдалап туралған болгар бұрышын саламыз. Екі литр су құямыз және 2 шай қасық тұз саламыз. Астының отын көбейтіп, қақпағын жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін отын барынша бәсеңдетеміз. Енді біз кеспемізді дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз да, біртіндеп ұнымызды салып отырамыз да, қаттылау қамыр илейміз. Бұл жолы мен су қоспадым, тек жұмыртқаға иледім. Егер су қосатын болсаңыздар, кішкене ғана суға 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқаны жарып салып, үстіне мөлшеріне қарай ұн салып, қаттылау қылып қамыр илеу керек. Илеген қамырымызды 15 минутқа демалдырып қоямыз. Одан кейін алып, қайтадан илейміз де, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың иі қанып болғаннан кейін, оны барынша жұқа етіп, әдемілеп жайып алу керек. Дәмін келтіру үшін 2 шылабыр жапырағын саламыз. Қамырымызды барынша жұқа етіп жайдық. Енді оны майдалап тураймыз. Қамырды тек жұмыртқаға илегеннен кейін, қамырымыз езілмей әдемі болып піседі. Және дәмді болады. Қазанның қақпағын ашып, отты күшейтеміз де, суымыз қайнағаннан кейін кеспемізді біртіндеп саламыз.
жақсылап араластырып, шамамен 5 минут көлемінде қайнатамыз. Уақыттарыңызды бөліп көргендеріңізге рахмет. Сіздер де дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Ас болсын.